Армысың, өмір күнделігі YouTube арнасының тыңдармандары. Мен өз өмір күнделігімнен сыр шертейін. Жалғыз бастанамын. Осы күнге дейін көрмеген қиындығым да қалған жоқ. Күйеуімнен айырылған соң, 2 қызымды тістелеп жүріп, жалғыз өзім өсірдім. Ата-анам маған көмек көрсетті, бірақ мен өмір бойы оларға салмақ салғым келмегендіктен, басыма түскен сынақты өзім жеңуге талпындым. Нақтырақ айтсам, күйеуім қайтыс болды. Отбасымыздың асыраушысынан айырылғаннан кейін барлық ауыртпалық менің мойныма түсті. Қыздарымда әкеміз болғанда біз бұлай өмір сүрмес едік деген өкініште қалдырмас үшін, өзім ішіп жемесем де, өзім киінбесем де, алдымен соларды ойладым. Иә, мен қыздарымнан ешқашан налған емеспін. Оларға жақсы тәрбие бердім деп ойлаймын. Шынымды айтсам, мен үйде отырып қыздарымның тәрбиесімен түбегейлі айналысуға да уақыт таба алмаған анамын. Бар күнім қыздарымды аш-жалаңаш қалдырмау үшін жұмыс істеумен өтетін. Жұмыс болғанда да мен ауыр жеңіліне қараған жоқпын, 2 жерде жұмыс істеген күндерім де болды. Қараңғы түнектен соң жарқырап күн шығарына да сенімді болдым. Құдайға шүкір, қыздарым бойжетті. Оларды қатарынан кем болмасын деп қалағанын әпердім. Өзім қанша қиналсам да, қыздарымның жүзі жарқырап жүру үшін алтын тағып, сәнді киінбесем де, қыздарымды құтты орындарына қондырған соң, барлығы болатынына сендім. Үлкен қызым өз теңін тауып тұрмысқа шықты. Құдайға шүкір, бақытты отбасы. Балалары бар, қатарынан кем емес. Күйеу балам да өте парасатты, ақылды жан. Қызымды алақанына салып айлап отыр. Балаларына да қамқор әке. Кішігірім кәсібін дөңгелентіп, арасында бізге де көмек беріп тұрады. Менің айтайын дегенім, кіші қызым туралы. Еркелетіп өсірдім дей алмаймын. Қыздарымды қатты еркелетуге мұршам болмаған менің. Тек қана жұмыстан келгенде маңдайларынан иіскеп, кешкі асымызды ішіп болған соң, құшақтасып ұйықтайтынбыз. Таңертең тағы солай жұмыс жалғасады. Қыздарым осылай бойжетті. Үлкенім тұрмысқа шыққан соң, кішісі де анашым, мен сүйгенімді жолықтырдым. Оны сізбен таныстырсам деп едім деп алдымнан өтіп таныстырған болатын. Бір көргенде жақсы адам секілді көрінген күйеу балам қызымның көңілін аулап жүріп, ақыры үйленбей тастап кетті. Мен оның ата-анасы туралы сұрағанымда әкем жоқ, анам ауылда тұрады деп өтірік айтқан екен. Өйткені қызым бір күні жылап отырып, анашым, ол мені тастап кетті. Ал менің одан аяғым ауыр деген кезде жігіттің мекенжайын сұрадым. Барлық жұмысымды тастап, маған айтқан мекенжайына іздеп барғанымда, оның маған өтірік айтқанын білдім. Анығырақ айтқанда, ол жігітті таппай қалдық. Қызым күні-түні жылаумен болды. Мен де анамын ғой, қызымның мына жағдайы жаныма қатты батты. Ал құрсағындағы 3 айлық баланы алдырып тастауға жүрегім шыдамады. Не де болса қызым босанып алса, балаға өзім қараймын деген шешімге келдім. Кейін білдік, қызым егіз балаға жүкті екен. Уақыты жетіп қызым қол-аяғын бауырына алып, аман-есен егіз перзентін дүниеге әкелді. Перзентханадан өзім шығарып алдым. Күтімін жасадым. Балалар 1 жасқа толғанда қызым, мама, мен үйде отырып, сіздің жұмыс істеп жүргеніңіз жарамас. Мен тұрғанда сіз қалай жұмыс істейсіз? Сіздерді өзім асыраймын. Енді үйде отырыңыз. Балаларды балабақшаға орналастырамын деп рұқсатымды алып, жұмысқа шықты. Жап-жақсы жұмыс істеп жүрген болатын. Бір күні тағы да алдыма келіп, мен бір ер кісімен таныстым. Әйелі қайтыс болған екен. Балалары жоқ. Тұрмысқа шықсам деймін дегенде неге екенін білмеймін, жүрегім бір қарсыласқандай қатты соғып кетті. Бір рет алданып, жүрегім шайлығып қалғаннан болар, қателесіп қалмаса жарар еді дедім. Мен іштей қаламасам да, бағын сынап көрсін деп рұқсат еттім. Оған тұрмысқа шықты. Бірақ қызым бақытты деп айта алмаймын. Күйеуі ұрады. Арада бала болмаған соң оларды ұстап тұрған махаббаттың да жоқ екенін ұқтым. Содан мен қызымды үйге алып келдім. Мұндай күйеудің керегі бар ма? Саған керек пе осындай өмір деп ажыратып алдым. Тәнін жаралаған еркек әйелдің жанын да жаралайтыны белгілі ғой. Ондай еркекпен бірге тұрып азаптанғанша жалғыз жүргені жақсы болар. Балалар кішкене есе-есе, аналарына өздері қамқор болар. Ал қазірше мен сол тәтті немерелермен алданып, өмірімді жалғастырып келемін.
Әрине, оңай емес. Дегенмен бұл күніме шүкір, тәубе деймін. Бақытты болмаса да аман болсыншы, балаларым.